Мен үшін жаңа таныстықтар болды, жаңа ортамен таныстым, жаңа адамдармен қауыштым деген секілді. Бұрын соңында сырттай ғана көріп жүрген адамдармен жақыннан сөйлесіп көрдім деген секілді. Сондай адамдар болды. Барлығы ұнады. Өте керемет. Редакция ұжымына рахмет айтамын. Жанерке, сіз? Жалпы мен де қосыламын. И менің бір түйгенім Қослақ ұжымы негізі өте мынандай үлкен отбасы болады ғой. Бір сондай енді бір жылдың ішінде осы жазғы маусымның ішінде өте мен үлкен отбасым пайда болды деп айтсам болады. Везде таныстар дейсің ғой. Сол қанша ұрысып қырылсақ та, бірақтан бір-бірімізге деген бауырмашылығымыз бар екен. Тура идея ғой. Идея солай істесеңіз ғой. Ұрыс қаламыз, ренжіс қаламыз, сөйлеспей қоямыз, иә. А қазір қимастық бар енді. Енді басты сұрақ көрермен қойып жатқан. Азизбек пен Жанерке 8 маусымға келе ме? Мен келем. Мүмкін десең ба? Барлығы мүмкін дейсің. Интрига қалдырмаймын, өйткені үйрену деген мақсат бар менде. Келем, скорее всего, потому что осы жылы тұрмысқа шығу ниетім бар бұйырса. Енді жасым 27-те ғой, кәдімгі. Декабрьға дейін осы 27 ұқсамайсыз, 18 жасқа қыздайсыз. Менен жас көрінеді. Ол рас енді. Мен үлкен Мойындағанға рахмет. Мен үлкен көрінен атырым. Аяулым просто менің бұрын отырмын. Аяулым күшті, чувство юмора мықты. Өз өзіме істеймін. Және сіз жауап берген жоқсыз. Мен Басты сұраққа. мен скорее всего білмеймін ше. Келсем мүмкін сезонның орталарында келем. Иә, жұмыстарыңызды бітіріп. Иә, әбден бітіріп, демалып, бәрі уже Новый годтан кейін ше солай келем келсем. Түсінікті. Менде уақыт жоқ, мен қысқа дейін тұрмысқа шыққым келіп жатыр. Осы жерде ұзатылып әдейі болып кеткім жатыр. Алла тағаланың құлағына шалынсын бар ма? Мен тойға келейін, иә. Бәріміз сыздырамыз. Той жасап. Той Дубайда болады, сондықтан ләззаттың болашақ жары, жоқ арманда ләззаттың болашақ жары барлығымызға путевка береді, біз барамыз, иә? Маусымның биыл бірінші рет болып тұр ғой. Негізі жылда болса екен деп ойлаймыз. Иә, жылда болса екен деген уже ой кетіп жатыр бізге. Жылда келсек екенбіз деп жатырмыз. Енді сыртта жартымыз таппасақ әрине келсек па деген ойымыз бар. Өте күшті керемет болды. Эмоция да болды, драма да ескі болды. қатысушылар білесіздер ғой, енді ескі қатысушылар бізде. Қандай қыздар, мынандай жігіттер отыр ғой. Солардың жанында отырған және біз жаңа қатысушымыз ғой. Былайынша 7 маусымда бастағанбыз жаңадан. Біз үшін өте үлкен мәртебе болды бұл жерде отыру жаздық маусымда. Басты сұрақ, Гаухар ханым 8 маусымға келе ме? Енді 8 маусымға сұрақ белгісін қойып кетейінші. Сұрақ белгісі. Иә, сұрақ белгісін қойып. Түсінікті? Білмеймін енді осы маусымда бір сәл болса да бір иә. Аз болып қалды ма? Аз болып қалды. Аз болып қалды негізі, по-любому аз болып қалды. Енді 8 маусым келе жатыр. Ну енді бұйырса бәлкім мен енді әлі таныстығымда тоқтаған жоқ. Мүмкін сіздан жоқ болып қалсақ келіп қалатын шығар. Иә, соны айтып тұрмын ғой. 8 маусымда мүмкін сондай қызықты ситуациялар болатын шығар. 8 маусымда мүмкін осы жерде тұрмысқа шығып кететін шығармыз деген нәрселер ғой. Әйтпесе кәдімгідей 1,5 айда кәдімгідей бауыр басып қимастық кәдімгідей ойнап тұр енді. Шілденің ыстығында. Қазір бәріміз жылайтын секілді. Әйтпесе барлығына сәттілік тілеймін, что